Ассалаумағалейкум, құрметті достар, команда. Қазір міне қысқа нұсқа Хайго Global компаниясы презентациясын айтайын деп жатырмыз. Хайго Global деген бұл американский компания 2024 жылы ашылған, дүние жүзінде. Қазақстанға бір ай ғана болды кіргеніне. Енді қараңыздар, Хайго Global компаниясы ол стартап емес, ол жалғыз компания емес, ол DRGV деген американский корпорацияның бір бөлігі. DRGV деген Dragon Capital Group Америкада ашылған 1977 жылдан істеп келе жатқан үлкен корпорация. Ол корпорацияны ашқан адамдар Қытайдың акционерлері екен, оказывается. Dragon Capital Group деген оның направлениясы көп. Биотехнология, автобизнес, финансы, жаңағы блокчейн, международный покупки, да, осының бәрі направлениясы Dragon Capital Group'тың. Ал біздің компания қандай қатысы бар? Біздің компания Хайго Global Dragon Capital Group'та міне биотехнология деген направление бар. Сол направлениясы 2020 жылы биомолекуляр медицинамен заинтересовались, жаңағы биомедицинамен. Соның арқасында 2020 жылы бұл компания Америкада 4-5 профессорды нанимать етеді екен, жұмысқа алады. Сол кісілер клеточное питание 5-е поколение іздейді, мынаны іздейді, AKG-ді. Осыны разработка жасайды. 2020 жылдан бастап 2024 жылға дейін профессорлар жұмыс жасайды. 2024 жылы молекула молодость дейді, сол табылған екен. Соның арқасында компания Dragon Capital Group 2024 жылы Хайгоны ашады. Көрдіңіздер ме? Хайгоны ашады. Хайгон ашылғаны 2024 жыл. Хайгон бастығы тоже Қытайдың жаңағы основателі Қытайдың жігіті. Міне қараңыздар, мына кісі ғой, Джек Гуан деген кісі, бұл біздің компанияның ең үстіндегі бастығы да, директоры, основателі біздің Джек Гуан деген. Ал кеттік дальше. Хайго Global неге қатты істеп жатыр? Хайго Global'да продукция мықты болады. Бұл клеточное питание 5-е поколение дейді, AKG плюс NAT плюс. Дүние жүзінде ең бірінші компания AKG-мен айналысады. Басқа сетевой компания жоқ. Біздің продукция чем отличается, да, бізде продукция AKG, альфа-кетоглутарат. Ол не нәрсе? Ол адамды жасартады. Клетка, на уровне клеточного уровня адамды жасартады. Продукцияның цели не лечить, мы не лечим людей, да, емдемейміз. Профилактика емес, мына продукция AKG адамға жасын замедлять старение етеді, короче, и жасартады. Молекула клеточный уровень, митохондрияның арасында жұмыс жасайды. Енді AKG плюс NAT плюс, вот біздің продукция Қазақстанда енді кіріп жатыр, бірақ продукция өте керемет нәтиже беріп жатыр, потому что бұл деген новый технология, 5G. Дүние жүзінде бірінші компания сетевой. Ал кеттік енді. Неге бұл компанияда қытайша бар? Сіздерге айтайын. Міне, мына компания ашқан Қытайдың жігіті былай жасайды, былай жасайды. Қараңыздар. Қытай причем здесь? Сіздерге айтайын. Компания США-дан ашылған, Америкада. Америкада жаңа Қытай кірген, Малайзия кірген, Малайзия. Біздің жоғары спонсорымыз Малайзияда, жоғары спонсорымыз. Малайзиядан кейін Қытай, біздің спонсорымыз Қытай, жаңа ХВ деген біздің жоғары спонсор. Қытайдың жігіті ол, Қытайдың жігіті. Оның спонсоры атын ұмытып қалдым, тоже Малайзияның жігіті. Міне Америкадан басталды бизнес, одан кейін Малайзия кірді, спонсор, оның спонсоры Қытайда. Қытайдан кейін біздің Қазақстан кірген. Қазақстанға келген адамдар оралмандар біздің. Оралмандар. Қандастарымыз. Енді мен сізге түсіндірейін. Бізде телеграмда отзыв чаттар бар. Көбінесе Қытайдың отзывтары. Неге десеңіз, Қазақстанға кіргені бір ай болды. Қытайда істеп жатқаны бір жарым жыл болды уже. Сол үшін Қытайдың результаттары қаптап жатыр бізде. Қазақ енді кірді. Продукция енді келді. Енді алла жазса бізде нәтиже результаттар келеді. Басталады алла жазса. Енді қараңыздар. Оралмандар причем мен сіздерге айтайын. Бұл компания, Хайго деген компанияда продукция мықты болған үшін біздің оралмандар бұны Қытайдан әкеліп сатып жүр екен, прямой продажа. Сен жасамаған. Әкеліп сатып жүр бір күні сетевиктер кірген. Потому что біздің сетевиктердің біреуінің шешесі инсульт алған, біреуінің әкесі там орнынан тұра алмай қалған. Сол екеуді результат көріп біздің сетевиктер сосын барып біздің қандастарға барып айтқан, мынау не компания, продукцияны қалай сатып аласыңдар? Бұлар көрсеткен. Біздің сол сетевиктер көрген, бұл жерде маркетинг бар екен, бинар бар екен, бинар. Сосын біздің қыздар мәз болып, мәні күшті ғой, бинар болса деп Қытайдан жаңағы ХВ-де шақыртқан. Қазақстанға. ХВ келіп бірінші Астанаға келген. Астанаға. Қай уақытта келді? Февральда Астанаға келген. Астанаға. Осы 26 жылы. 26 февральда келген. Астанаға келіп, Астанадан оны Алматыға алып кеткен, сосын Алматыға. Алматыдан қазір офис ашылды. Офисте Алматыдан офис ашылды. И қазір бум болды, потому что бұл компания сетевиктер келді. Көрдіңіздер ме? Вот сол үшін бізде Қытаймен прямой связь бар, потому что біздің спонсорымыз Қытай болып тұр ғой енді. Сол үшін біз Қытайдың информацияның бәрін Қытайдан алып жатырмыз. Сол үшін бәрі Қытайша. Неге бұл жерде основатель көп деп сұрақ қойды да маған қыздар? Основатель көп емес, сонда Қытай болып тұр, Қытайдан Малайзия, Малайзиядан Америка. Көп емес. Мына жерде Dragon Capital Group деген 1977 істеп жатыр. Ол үлкен корпорация ғой. Ол жерде көп болады бастықтар енді, біреу болмайды ғой. Ал енді қараңыздар, қазір қысқа нұсқа маркетинг планды көрсетемін. Қазақша. Компания ғой, мен жаңағы Dragon Capital Group, Хайго Global, осы маркетингге барамыз қазір. Продукциясы күшті, конечно. Қазір маркетинг план. Міне маркетинг. Ал маркетинг туралы қағазға жазыңыз.
Маркетинг план. Маркетинг, Қысқа нұсқа. қысқа нұсқа, иә. Бізде 3 пакет бар, бизнес пакеттер. Кішкентай пакетіміз $135 тұрады, доллармен. Бізде курс 550 теңге. Шыққанда да, кіргенде де 550 теңге. Міне, $135 теңгемен ол 75 мың болады. 75 мың теңге. $135. Ол бізге 100 PV береді. Сайтқа 100 PV, түсінікті, иә? Міне. Келесі, мен жерде бір продукт на выбор, бір продукт на выбор, да? И маркетинг бойынша реферальный бонус. Реферальный бонус, ол жерде, қазір айтайын сіздерге, міне реферальный бонус 15%, бинарный бонус 10%. Мынау кішкентай пакетіміз. Келесі пакетіміз бізде бағасы оның $405. Ол бізге теңгемен 225 мың теңге екен. Ол жерде бізге 300 PV береді сайтқа. 3 продукт береді. Реферальный бонусымыз жаңағы уже 30%, бинарный бонусымыз уже 15% болады екен. И келесі күшті пакетіміз, оның бағасы $675. Теңгемен 375 мың теңге. Ол жерде бізге 500 PV береді екен. И мына жерде 5 продукт. И мына жерде реферальный шақыру бонусымыз 40% екен. Бинарный бонусымыз 20% екен. Осы жерде бір вопрос нужно. Ага. Жаңағы бір продукция алады, екіншісінде 3 продукция на выбор ма? 5 продукция алғанда на выбор ала ма? Мына жерде уже пакеттер дайын тұр. Например, 3 мужской, 2 женский, или 3 женский, 2 мужской, или Regenix плюс, онкология, араласқан, бәрі араласқан. На выбор можно, да? Пакеттер қаптап жатыр, на выбор аласыз, таңдап алып. Ал кеттік, мына жерде қараңыздар, қазір акция болып жатыр, иә? Қазір март, апрель айында акция болады, ала жазса. Созылды ма? Созылды, тағы бір айға созылды. Хорошо. Енді қараңыз, қандай күшті акция болып жатыр. 75 мыңға кіресіз, қолыңызға бір продукт аласыз, бірақ компания сізге үлкен пакет беріп отыр. Міне, қазір мен сіздерге бинардың бір фишкасын көрсетейін. Бізде повторный заказ бар, содан стабильный доход аласыз. Қараңыздар. Міне сіз, иә, 2 адам шақырсаңыз қанша табасыз, соны көрсетейін сізге. Бізде үлкен пакетпен санайық. 375 мыңға мында біреу көрсе, мында 375 мыңға екінші адам көрсе, сізге реферальный бонустан сізге түсетін ақша, міне қараңыздар, 40% екен, иә, 40%. Бірінші адамнан, екінші адамнан тоже 40% түседі. И үшінші бинар түседі. Бинар бұл 20% түседі. Осының бәрін қоссақ, сізге $500 шығады екен. Теңгемен 275 мың теңге шығады екен. Не деген керемет ақша. 2 адам ғана шақырып. Мына жерде мынау болып тұр ғой, міне. 2 адам ғана шақырып, 275 мың теңге сізге түседі екен. Керемет. Соның 206 мың теңгесін шығарасыз. Выводқа қалғаны сіздің кошелегіңіз умножительге барады. Умножитель деген нәрсе бүкіл тапқан ақшаңыз 10% жинала береді. И жылына бір рет сізге 13 зарплата сияқты беріледі. Ол жай жиналмайды, ол өзінен өзі көбейеді. 13 зарплатадан бөлек та бұл? Сол ғой, 13 зарплата. Сол ғой, да? Ол жерде жаңағы бүкіл тапқан ақшаңыздың 10% мында түседі ғой. Ол жай жатпайды, ол ақша жұма сайын сізде көбейіп отырады. Мына жерден сіз ертең ала жатса 2,5 миллионнан, даже кішкентай командамен 2,5 миллион үстінен ақша табасыз. Ал егер біздің ХБ сияқты командамыз үлкен болса, ол қазір 22 миллион алып жатыр пассивный доход. Маркетинг басқа. Короче, бүкіл тапқан ақшаңыз жылдың аяғында сіз қандай статуста болдыңыз, сол статустың процентіне көбейтіледі. 40%, 400% көбейеді мына тапқан ақшаңыз. Бұл финансовый грамотность, инвестиция мынау. Ал кеттік дальше. 2 адам шақырып 206 теңге чисто, дұрыс қой, жақсы ғой. Енді мынаны көрген адамдар сіздің астыңыз команда кетеді. Адамдар адам шақырады уже. Ол кезде бинарный доход басталады. Ал енді қараңыздар. Мынау реферальный бонус. Қанша адам шақырсан шақыра берсе, ограничение жоқ. Бинарный бонус вообще керемет. Мынаны қазір үлкейтейік. Мынаны қараңыздар, мынау вообще керемет. Команданыз өседі. Мына жерде үлкен пакетпен саналып тұр. Например, мына жақта сізде үлкен аяқ болса, мына үлкен аяқ, мына кіші аяқ. Кіші аяқта любой глубинада, сіз шақырған емес, глубинада болуы мүмкін, бір адам кірсе 375 мыңға. Сізге білесіз бе қанша түседі? 55 мың теңге түседі. Это бинардан, да? Бинардан. Бір контракттан 55 мың теңге түседі. Сенің лишнигің болмаса да? Болмаса да, команда болса да. Керемет. Ал кеттік дальше. Бір контракт. Ал егер 10 контракт өтсе ше, 550 мың түседі екен. Ал егер мына біздің компания Хайго Global компания маркетинг ең күштісін айтайын сізге. Вообще сетевойда біз ақшаны табамыз, ақшаны жоғалтамыз. Ұстай алмаймыз ақшаны. Ал мына компанияда сіздің тапқан ақшаңыздың 10% осы жерге барады. Сол 10% жылына бір рет үлкен табысқа кіреді, пассивный доход. А жұма сайын ол көбейе береді. Міне таблица, осы формула бойынша бізде маркетингте тағы бір күшті вид маркетинга есть, ол умножитель, да, ол пассивный доход. Былай айтқан кезде бүкіл тапқан ақшаңыз 10% осында жиналады.
любой тапқан ақшаңыз 10% осында жиналады. И мына жерде статустар бар, міне сол қандай статуста отырсыз, сол статустың процентіне көбейеді. Ал пример көрсетейін сіздерге. Например, енді кірген бірінші статус жапқан ең астындағы адамдар бар ғой, активный потребитель. Солардың өздері де ақша алады. Олардың бір жыл жиналған жаңағы 10% ақшасы 400% көбейеді екен жылдың аяғында. 400% көбейеді. Бірінші статус және сый приком пакетте. Екінші статуста уже 340% көбейеді. Үшінші статуста 280%, потом 220, 160, 180, 60, 40. Ең үстінде ол қара бриллианттар. 3 жұлдыз қара бриллианттың бір жұмалық еңбегі $100,000 екен. Бір жұмада $100,000 тапса, 10 мың жиналады ғой. Бір жылда жұма сайын $100,000 тапқан кезде жұма сайын $10,000 неге умножителге жинала береді. Бір сұрақ туындайды, Дәулет мырза. Айтады ғой, егер дейді бинар кейбір компанияларда бинарға шектеу қояды дейді. 5 миллион, 10 миллион, одан артығын көтере алмайды. Бинар сынады дейді. Содан көп маркетингті жаңағы көп компанияларда ауыстырып жіберіп отырады. Бұл жерде қалай 100 миллионды алады? Бұл жерде жаңағы 100 миллион емес, $100,000. $100,000 жұмасына түседі ғой қара бриллианттар. Сондай үлкен ақша қалай алады? Потому что маркетинг солай жасалған, әдемі жасалған. Маркетингте бинар накопитель, ал статустар жұмалық статустар. Көрдіңіздер ме? Жұма сайын компания сброс жасап отырады. Соның арқасында компания ешқайсы минусқа кірмейді. Бұл американ компания. Екінші активация бар. Жұма сайын, ай сайын адамдар бір рет активация жасайды ғой, айына бір рет. Сол активация жасаған кезде компанияға тағы ақша келеді ғой. Ай сайын келіп банк сияқты. Иә, банк сияқты. Вот пример приведу. Любой банкты алайық, Народный банк. Қазір бүкіл вкладчиктар Народный банкқа барса, бәріне жетпейді ақша. Банктың 10% ақшасы бар. Қалған ақша адамдардың ақшасы. Біреуін алып, біреуіне беріп жатыр. Сол сияқты система мынандай тоже солай жасалған, банк сияқты. Активация бәрі жер, ол компания ешқашан сынбайды. Сынбайды. Неге американ компания долгожители? Олар неге өмір бойы жұмыс жасайды? Потому что оларда активация бар. Ал мына компанияда сол активация адамдар жасап тұру үшін осыны жасаған. Керемет. Осының арқасында любой адам актив жасаған кезде ертең доходы болады. Керемет, тамаша. Рахмет.